Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Мен номер 12 орта мектептің 11 А сынып оқушысы Умирбаева Арайлы Мақсатқызы, ғылыми жетекшім Құрбанай Қуанышбекқызы. Халықаралық туристік күніне арналған Еуропа Азия туристік фестивалінің қатысушысымын. Әбіш Кекілбаев атамыз айтып кеткендей, ұйқыдағы ару атанған мекенім туралы келесі бейнефильмге назарларыңызды аударуларыңызды сұраймын. Маңғыстау, маңғаз өлкем шежірелі, киелі бабалардың өзімеді, ақтаулар бара қалсам құшақ жайып, құлыным келдің бе деп көз тігеді. Ежелгі даңқыменен бай көркімен, Маңғыстау құдіретті жер ғой көркем. Қастерлеп 360 әулиесін, әлемді таңдандырып желкен керген, деп Лұқпан атамыздың қасиетті сөздерімен назарымызды келесі жығылған таулы тасты өлкемізге аударайық. Жығылған құм қабатының ылғалдануы нәтижесінде туындаған орасан зор геологиялық көшкін. Ауыр плита өзінің салмағымен жұмсақ төсемені жаншып шығарып теңізге тастап жібереді де өзі қиял толқытар ойылымға айналады. Жығылған адамдарға өте сирек кездесетін көріністер бедерленген плиталар мен ірі уақытты азу тісті бахайрот мысықтардың және де 3 тұяқты гиппарион жылқыларының тасқа айналған іздерін тамашалау мүмкіндігін сыйлайды. Тұзбайыр табиғи дүлей күштердің ұлы туындысы. Бұл жерде үстірт жазығының шыңы, жарқабақ астында жергілікті жерде сор деп аталатын ұлан-ғайыр сортаң алқап орналасқан. Сазды ақтас және де ақбор түк құлама жарлармен бөлінген. Шерқала тауы Ақтаудан 94 км қашықтықта орналасқан. Шерқала Маңғыстаудың ерекше символдарының бірі. Талай ақындардың өлеңдеріне арқау, суретшілердің қаламына іліккен тау. Бір жағынан қарағанда киіз үйге, екінші жағынан ұйқыдағы арыстанға ұқсайды. Шерқала түрікмен тілінен аударғанда арыстан тауы деген мағынаны білдіреді. Сол себепті Шерқала тауын арыстан тауы деп те атайды. Шар тастар геологиялық дәуірде Қаратау көтеріліп шыққан кезде пайда болған деседі. Тастар бір сызықтың бойында орналасқан, ең көп шоғырланған жері Торыш. Маңғыстаудың киелі өлкелерінің бірі Бекет-Ата жерасты мешіті. Бекет-Ата жерасты мешіті тауда оғылып жасалынған. Мұсылман елінде көріпкел әулие ретінде танылып, өзіне келген әлсіздер мен жәбірленушілерге күш пен денсаулық сыйлап отырған. Даулы мәселелерде екі жақты әділ шешімдер қабылдап, бір Бекет атасы атанып кеткен. Маңғыстаудың ерекше ескерткіштерінің бірі Шақпақ ата. Шақпақ ата кез келген ауруды емдей алатын бабаның есімімен аталған. Шақпақ ата өзінің таза ақтығымен таңғалдырады, себебі ол бор қоспасынан салынған. Осыған байланысты оның ішіне кіріп келген кезде ерекше атмосфераны береді. Тамшалы өлкесі Ақтау қаласынан 180 км қашықтықта орналасқан. Тамшалының басты кереметтерінің бірі сайдың қабырғасы мен жартылай дөңгелек түрінде қалыптасқан шағын үңгірдің төбесіндегі сулы сазды қабатының ашық қалуы. Тұщы су жартасты кемерден тамшылап 3 метр биіктіктен ағады. Аққан тамшылар құдды бір жаңбыр жауып тұрғандай тырсылдайды. Тамшалы сайы жыл бойы тіршілікке толы. Қысты күні су ағыстарын мұз басса да төмен қарай қарқынды ағуларын тоқтатпайды. Міне осы сәтте судан табиғи ағза жасалғандай тамаша көріністер пайда болады. Мұз бағаналары тілімденіп, қуыстар арқылы төмен қарай құлдырайтын жан-жақты су ағыстарының сарқырауы мен тамшылар сылдырлары түрлі дыбыстарға ұласады. Өткен күннің тарихын, бүгінгі күннің белестерін бақылай отырып, қорыта айтқанда, Маңғаз Маңғыстауымыз әлі талай туристке таңдай қақтырары сөзсіз.